Саламатсыздар ма, құрметті қазақ елі, құрметті ұстаздар. Мен Түркістан облысы Ордабасы ауданы Айтбай Шерінқұл жалпы білім беретін мектебінің мұғалімі Құдияр Руслан. Таза Қазақстан бағдарламасы бойынша өз ойымды білдіре кетсем. Қазіргі уақытта мектебімізде Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы аясында бірқатар жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл акцияның мақсаты жас ұрпақты тазалыққа, қоршаған ортаны қорғауға баулу. Оқушыларымыз мектеп ауласын тазалап, ағаштар мен гүлдерге күтім жасап, сынып ішінде ретке келтіруде. Сонымен қатар экологиялық сурет және плакат байқауларды ұйымдастырылып, әр сынып өз үлесін қосып жатыр. Бұл жай ғана тазалық жұмысы емес, бұл табиғатқа деген сүйіспеншілікті, жанашырлықты тәрбиелеудің жарқын жолы. Тазалық табалдырықтан басталады демекші, біз балаларға өз ортасын таза ұстауды үйрету арқылы ел болашағын тәрбиелеп келеміз. Таза Қазақстан еліміздің болашағы үшін маңызды экологиялық жоба. Әр азаматтың осы бастамаға белсенді қатысуы еліміздің табиғатын қорғауға және жас ұрпаққа таза қауіпсіз орта қалдыруға үлкен үлес қосады. Біз бұл игі бастаманы алдағы уақытта да жалғастырамыз. Баршаңызды осы Таза Қазақстан акциясына шақырамын.